Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әкеліңіз көмектесейін. Кеше сіздермен бірінші сағатын өткен болатынбыз. Бүгін екінші сағатын өтеміз. Сабақтың мақсаты тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттау. Жалпы оқулықтарыңызда үшінші тапсырма мәтінді оқып, тақырып қой, түсінгеніңді айт. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді сауатты оқимыз, тақырып қоямыз, түсінгенімізді мазмұндап айтамыз. Адамдар бір-біріне құрмет көрсету керек. Бұл сыпайылық пен әдептілікке жатады. Кішілер үлкендерге құрмет, үлкендер кішілерге үлгі көрсеткені дұрыс. Үлкенді сыйлау жақсы қасиет. Әр балаға өз үйінде атасын, әжесін, әкесі мен анасын құрметтегені жөн. Мектепте мұғалімдерге құрмет көрсету жақсы тәрбиенің белгісі. Әлібек өте тәрбиелі, мейірімді, ақылды бала. Атасы оған ақыл айтып, жақсы істерге үйретеді. Әлібек атасының сөзін тыңдайды. Атасын сыйлайды. Әлібек көшеде үлкен кісілерге көмек береді. Оларға көшеден өтуге, автобустан түсуге көмектеседі. Үлкен кісілердің сөмкелері ауыр болса, үйіне апарысады. Олар Әлібекке алғысын айтады. Мәтін түсінікті шығар, балалар? Құрмет көрсету, сыпайылық таныту, әдептілік, жақсы қасиет туралы, үлгі туралы, тәрбие туралы, құрмет туралы, алғыс туралы айтылады, жалпы мәтінде. Енді осы мәтінде қара қою қаріппен берілген сөздердің аудармасын дәптерге жазасыңдар. Мысалға, құрмет баламасын табасыз. Әдептілік баламасын табасыз. Тәрбие белгісі баламасын табуымыз керек, аудармасын міндетті түрде. Сонымен қатар осы мәтіннен жалқы және жалпы есімді табасыңдар. Мысалға, жалқы есім қайсы? Әлібек жалқы есімге жата ма? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Әлібек жалқы есімге жатады екен, Сол сияқты жалпы есім қайсы? Жалпы есімді де таба аламыз, Бұған дейін біз бірнеше мысалдар келтірген болатынбыз. Жақсы. Енді сонымен қатар сіздерде 6-шы тапсырма тұр. Жазылым айтылым тапсырмасы. Мәтіннен тәуелді жалғауы бар сөздерді теріп жазу керек. Қосымшалардың жалғану ерекшелігін түсіндірулеріңіз керек. Ауызша түсіндірсеңіздер болады. Мысалға, тәуелдік жалғауы бар сөздер қайсы? Үш жақта тәуелденеді дегеніміз, менің атам, сенің атаң, сіздің атаңыз, оның атасы десек, осы жерде атасы нешінші жақта тұр? Тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұр, Сол сияқты өздеріңіз оның несі? Әкесі. Оның кімі? Әкесі. Оның кімі? Әжесі. Оның кімі? Анасы. Мысалға. Сондықтан да осы жерде тәуелдік жалғауындағы қосымшалардың жалғану ерекшелігін түсіндіресіздер. Енді бұған дескриптор берілген. Қандай дескриптор берілген? Тақырып қоясыздар бірінші мәтінге, оған 1 балл жинайсыздар. Егер сауатты мәнерлеп оқып берсеңіздер, 2 балл жинайсыздар. Түсінгендеріңізді айтып берсеңіздер, 3 балл жинайсыздар. Ал жалқы есім мен жалпы есімді ажыратсаңыздар, тағы да 3 балл жинайсыздар. Сонымен қатар, егерде тәуелдік жалғауы бар сөздерді теріп жаза алсаңыз, тағы да 1 ұпай еншілейсіз. Егерде оның жалғануын түсіндіріп берсеңіз, тағы да 1 ұпай еншілейсіз. Сізге сәттілік. Үйге тапсырма. Айтылым тапсырмасы ауызша. Бұны жазбайсыздар, тек ауызша жауап бересіздер. Соның пікірді дәлелдейсіздер.
Үлкенмен кездескенде сәлеметсіз бе, қоштасқанда сау болыңыз деу керек пе? Иә, әрине, үлкенге амандасуымыз керек. Иіліп сәлем бергенің адамдықтың белгісі дегенбіз, иә балалар? Ендеше сәлем беру керек екен. Үлкендермен сен деп сөйлескен дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Әрине жоқ, иә? Үлкеннің сөзін бөлу керек пе? Екі адам сөйлесіп тұрса, немесе үлкен адамдар сөйлесіп тұрса, олардың сөзін бөліп, ортасынан киліккен дұрыс деп санайсыз ба? Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету керек пе? Барлық бала сыпайы болу керек пе? Өзіңді, өзгені құрметтей білесің бе? Әрине, біздің балалардың бәрі өте тәрбиелі. Сондықтан бұл сұрақтардың жауабын дәлелдеп, ауызша айта алады деген ойдамын. Енді сабақ туралы пікіріңіз 11-ші және 12-ші сабақтарды түсінікті болды ма? Келіңіз, көмектесейін деген тақырыпта өткен сабақтар түсінікті болса, онда не қиын және не оңай болды? Осы туралы ауызша айта кетсеңіз. Сау болыңыздар.